қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, қысқы сор шаю жұмыстары бізде толығымен 46.500 гектар жоспарланған еді. Оның барлығын қазіргі таңда сор шаю жұмыстары аяқталды. Бүгінгі таңда бізде 500 гектардан астам жерге ерте пісетін 40 қабат дақыл егілді. Одан бөлек 4000 гектар жерге бір жаппалы, екі жаппалы бақша дақылдарымыз егіліп жатыр. Және 1000 гектардан астам жерге мақта дақылы қазіргі таңда егіліп бастады. Енді жалпы 40 қабаттан өнімдерімізді алып жатырмыз. Бізде ең бірінші облыс бойынша ең бірінші осы Мақтаарал ауданынан шықты. 190 теңгеге саудаланып, қазіргі таңда нарықта баға әртүрлі, 100 теңге, 105 теңгенің төңірегінде шет мемлекетке экспортталуда. Енді бұл жердегі жиынның басты мақсаты жаңа технологиялар шаруалармен таныстырып, одан бөлек мемлекеттен беріліп жатқан ГСМ бар, жаңа жағармай отыны бар, минерал тыңайтқыштары бар, және инвестициялық субсидиялар бар, тамшылату сору технологиясының субсидиясы бар, басын дақылдарға берілетін субсидия бар, тұқымдарға берілетін субсидия бар. Соның барлығын қалай алуға болатынын, қай бағытта жұмыс жасау керек екенін, шаруаларға қалай жұмыс атқарған тиімді екендігін түсіндіру мақсатында Нұрбол Жақсылықұлымен семинар кеңес өткізіп жатырмыз. Ауданымызда бүгінгі таңда жағдай бір қалыпты. Жерді тырмалау, шизылдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы бір 15-20 күннің ішінде толығымен егу жұмыстары аяқталады деп жоспарланып отыр.